Сәлеметсіздер ме? 4-ші сынып білім алушыларына арналған әдебиеттік оқу пәні бойынша роботтың болашағы тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. 97-ші сабақ. Бүгінгі оқу мақсатымыз эпизодтар мен оқиғалардың негізінде жатқан маңызды тұстарын талдау және салыстыру, таныс мәтінге жаңа кейіпкерлер қосу, жаңа сюжеттер енгізу, өлең жазу, дескрипторы, шығарма мазмұны бойынша сұрақтар қоямыз, сұрақтарға жауап береміз. Ендеше балалар, суреттегі болашақтың роботтарына қандай сұрақ қояр едің? Сен болашақты қалай елестетесің? Жалпы робот дегеніміз не? Робот жөнінде келесі бейнежазбаны толығырақ қарауды ұсынамын. Қазіргі кезеңде роботтар барлық жерде, олар алуан түрлі кейіпте. Робот ақылды құрылғы. Ол берілген тапсырманы орындап, болып жатқан өзгеріске талдау жасау арқылы оған өздігінше жауап бере алады. Роботтар түрлі жұмыс атқарады, ауыр және қауіпті, жоғары дәрежелі және біркелкі. Олар өздігінше болмаса, маманның бақылауында әрекет етеді. Көбінесе роботтар жаңа автокөліктің ішінде болады. Электронды ми жүргізушіге жол көрсетіп, ыңғайлы температураны қосып, жанармайды үнемдеп, тіпті автотұраққа қоюға септігін тигізеді. Роботтар өзге құрылғыларды жинақтайды, кір жуады, ыдыс жуады, үй жинайды, таңертең бізді оятады. Сонымен қатар өрт сөндіреді, теңіз тереңдігі мен ғарыш кеңістігін зерттейді. Бүгінде бұл ақылды құрылғысыз өмір сүрмейміз, бірақ осы техника ғажайыбы роботты кім жасады? Біздің дәуірімізге дейінгі болған керемет механизмдер туралы аңыздар жетерлік. Мысалы, Форос аралындағы Александр маягі әлемнің 7 кереметінің бірі. Ежелгі мәтіндерге сәйкес ғажайып мүсіндермен безендірілген. Мүсіндердің біреуі әрқашан күнді көрсеткен, басқасы кез келген сағат сайын соғып тұрған. Үшіншісі арқылы желдің бағытын білуге болады. Айлаққа бөтен кемелер кіргенде мүсіндер дабыл қағады. Аңыздардың қаншалықты шындыққа сай келетіндігін анықтау өте қиын. Қазіргі кезде маяк бұзылған. Бірақ заманауи ғалымдар бұны шындық болуы мүмкін дейді. Сол кезеңде қарапайым механизмдер роботтардың бастамасы болды. Бүгінде робототехника алға қадам басқан. Ғарыш зерттеуші роботтар бар. Мысалы, Марста адамдар болмады, ал роботтар бірнеше рет болып үлгерді. Қазір қызыл планетада Curiosity құрылғысы жұмыс істейді. Марстағы робот топырақ үлгілерін алады. Өзінің кішігірім зертханасында зерттеулер жүргізіп, суретке түсіріп, мәліметтерді жерге жіберіп отырады. Басқа робот айға қоныс тепті. Ол Қытай роботы нефриттік қоян. Зерттеуші роботтар ғалымдарға жерде көмектеседі. Мысалы, Мысыр танушылар ежелгі пирамидалардың шахталарына роботтарды жібереді. Сонымен қатар роботтар теңіз түбін зерттеуге қатысады. Олар теңіз түбінің қауіпті жерлеріне барады. Ең терең қауіпті жерге, мысалы, Мариана шұңғымасына адамдардан бұрын роботтар түскен. Роботтар өндірісте қолданылады. Зауыт, фабрикаларда, конвейер типографияда роботтар. Олар бұранданы бұрап, құралдарды жинақтап, жапсырып, бояуға көмектеседі. Олар шаршамайды және зиянды химикаттардан қорықпайды. Жұмысты демалыссыз және ұйқысыз істейді. Құтқарушы роботтар немесе өрт сөндірушілер. Олар адам үшін қауіпті жерлерге шығады. Мысалы, отқа оранған ғимарат немесе құлаған үйдің асты. Ақылды құрылғылар камераға түсіреді және басқару пультіне жолда кездескен кедергілерді жеткізеді. Ал ұшқыш құрылғысы өртке оранған орманды бақылағанға таптырмас құрал. Осыған ұқсас функциялары бар әскери роботтар. Әрине жауынгерді алмастыра алатын құрылғы жоқ, бірақ көптеген әскери функцияларды роботтар атқарады. Олар бақылау жасайды, жарылғыш заттарды істен шығарып, су асты мен ауада бақылау жүргізе алады. Тұрмыстық роботтардың қызметі қауіпсіз болмаса да маңызды. Механикалық үй жинаушылар мен шаң сорғыштар көптеген үйлер мен үлкен офистерде
үлкен алаңды жинастыратын жерлерде кеңінен қолданылады. Ең қызық робот андроидтар. Адамдарға ұқсас роботтарды осылай атайды. Олар тек сырттай ұқсайды, ал мінезі өзгеше. Қазір көптеген андроидтар жасалынған, олар адамның эмоциясына жауап береді. Тіпті әңгіме айта алады. Кей робот-андроидтар өздері әңгімелескен адамдарды есте сақтайды. Болашақта олар әңгімелескен адаммен кездессе, оны атымен атайды. Бірге спортпен айналысуға болатын роботтар бар. Ақылды робот шахмат, шашка ғана ойнап қоймай, сонымен қатар теннисте ойнай алады. Робот-теннисист ракета шарын ұрып, екі аяғымен еркін қозғалып, тіпті қарсыластың қимылын есте сақтай алады. Робот-модельдер бар. Болашақта олар подиумда нағыз модельдерді ығыстыруы мүмкін. Экскурсовод роботтар. Жапонияның кейбір мұражайларында олар жұмыс жасайды. Роботтарды жасаушылар жеткен жетістікпен тоқтамайтындығына сенімді. Мақсаты адам секілді андроид жасау. Мінекей балалар, біз роботтың қандай істі атқарыла алатынын және де қандай жетістіктерге жеткенімізді айқын белгісі. Ендеше, кішкентай робот туралы ертегіні түсініп оқыңдар. Және де робот дегеніміз қарқынды дамып келе жатқан болашақтың жоғары технологиясы. Робот шех тілінен аударғанда робот, робота, еріксіз еңбек, роб, құл деген сөзді чех жазушысы Чапек ойлап шығарған. Ол сөз алғашқыда шебер адам мағынасында қолданылды. Робот адамның жануарлардың қызметтері мен іс-әрекеттерін ішінара немесе толық атқарады. Алғашқы роботтар адамның қозғалысы мен сырт пішінін қайталады. Олар ойын-сауық мақсаттарында пайдаланылды. Қазіргі кезде көптеген тұрмыстық қызметтерді атқаратын, қадағалайтын мүгедектер мен сәбилерге көмекші тағы да басқа роботтар жасалды. Робот адамдарды бір зарында ауыр, зиянды су астында, ғарышта істелетін жұмыстардан босатып, үнемі жетілдіріп келеді. Ендеше сіздерге үй тапсырмасы. Менің болашақ робот досым деген тақырыпта қиял ғажайып мазмұнды сурет сал, немесе қиял ғажайып әңгіме жаз. Осы тапсырма бойынша кері байланыс жасаймыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.